Сабақ тақырыбы тыныс алу және тыныс шығару механизмдері, кеуде қуысының механизмі. Тыныс алу және тыныс шығару механизмдері нейрогуморальды жолмен реттеледі. Тыныс орталығы сопақша мида орналасқан. Қолқа және ірі артерияларда көмірқышқыл газы мөлшері артқан кезде қозатын хеморецепторлар бар. Қозу сезімтал жүйкелер бойынша тыныс орталығына беріледі. Ол жерде ақпарат өңделеді. Өңделген ақпарат қозғалғышы нейрондар бойынша қабырғаралық бұлшықетпен көкетке команда береді. Нәтижесінде бұлшықеттер жиырылып, тыныс алу жүзеге асады. Адам ауамен тыныс алып және тыныс шығармаған кезде тыныс алудың барлық мүшелердегі қысым атмосфералық қысымға тең болады. Оларды нөлдік қысым деп атайды. Паскаль заңы бойынша тыныс алу жүзеге асады. Тыныс алу кезінде кеуде қуысында қысым кемейді, ал тыныс шығарған кезде өкпедегі қысым ауа өкпеден шыққанша көтеріле бастайды. Тыныс алу ауаны шприцпен сорып алғанға ұқсайды. Поршенді тартып, шприц ішіне көлемді арттырса, оған ауа тартылады. Ал тыныс шығарған кезде кеуде қуысының көлемі азаяды. Тыныс шығарған соң орталыққа альвеола, қабырғаралық бұлшықет және көкетте орналасқан жүйке ұштарынан олардың созылу және жиырылу дәрежесі туралы сигнал түседі. Тыныс орталығы жөтелу, түшкіру сияқты қорғаныш рефлекстерін жүзеге асырады. Негізгі тітіркендіргіштер химиялық иісті заттар, механикалық шаң-тозаң, шырыштар болып табылады. Тітіркену мұрын қуысында, көмей, бронхыда болады. Қозу рецепторлардан сезгіш жүйкелер арқылы тыныс орталығына беріледі, яғни сопақша миға. Нәтижесінде қабырғаралық бұлшықеттер мен көкет күрт жиырылады. Мұрын арқылы түшкіру, ауыз арқылы жөтелу жүзеге асады. Егер тітіркену себебі жойылмаса, қорғаныш рефлекстері қайталанады. Симпатикалық жүйке жүйесі әсер еткен кезде тыныс жиілейді, ал парасимпатикалық жүйке жүйесі кезінде тежеледі. Тыныс орталығының жұмысына қанның химиялық құрамы да әсер етеді. Қандағы көмірқышқыл газы мөлшері артуы, немесе бүйрекүсті безі гормоны адреналин, басқа да заттардың түсуі тыныс алудың жиілеуіне әкеледі. Тыныс алуды басқару кезінде жүйке және гуморальдық реттелу өзара тығыз байланысты болады. Тыныс алу қозғалыстарын жүйке орталығы реттейді, ал жүйке орталығы өз кезегінде қан құрамына әсер етеді. Қабырғаралық бұлшықеттер мен көкет тыныс алу қозғалыстарын жүзеге асырады. Тыныс алу кезінде қабырғаралық бұлшықеттер қабырғаларды көтереді, олар өкпені алға және жан-жаққа созады. Көкет кеуде қуысын құрсақ қуысынан бөліп тұратын күмбез тәрізді бұлшықет. Олар жиырылған кезде, яғни тыныс алған кезде көкет төменге түседі, құрсақ қуысының мүшелерін төмен қарай итереді, өкпені төмен қарай тартады. Бұл кезде кеуде қуысының көлемі артады, өкпедегі қысым төмендеп, нәтижесінде өкпе созылады. Ауамен толу арқылы тыныс алу жүзеге асады. Тыныс шығарған кезде кеуде қуысы кішірейеді, өкпенің көлемі кішірейеді, көкет жоғары көтеріледі, ауа жолдар арқылы ауа сыртқа шығады. Жиі тыныс алған кезде ішкі қабырғаралық бұлшықеттер мен құрсақ қабырғасының бұлшықеттері жиырылады. Егер тыныс алу кезінде қабырғаралық бұлшықеттер едәуір белсенді болса, кеуделік деп атайды. Бұл әйел адамдарға тән. Ер адамдарда құрсақтық тыныс алу болады. Оларда көкет едәуір белсенді болады. Енді бірінші оқу тапсырмасы бойынша сәйкестендіру, екінші тапсырма бойынша берілген тұжырымның дұрыс немесе бұрыс екенін анықтау. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Хеморецепторлар қандағы көмірқышқыл газы мөлшерін сезеді. Көкет кеуде қуысын құрсақ қуысынан бөлетін бұлшықет. Тыныс орталығы
тыныс алу қозғалыстарын басқарады. Қабырғаралық бұлшықеттер қабырғаларды көтереді. Тыныс орталығы үлкен мида орналасқан. Бұл қате. Сопақша мида орналасқан. Қандағы көмірқышқыл газы көбейсе тыныс жиілейді. Дұрыс. Тыныс алу кезінде өкпеде қысым жоғарылайды. Жоқ, керісінше төмендейді. Түшкіру қорғаныш рефлексі. Дұрыс. Адреналин тыныс алуды жиілетеді. Дұрыс. Әйелдерде көбіне кеуделік тыныс алу кездеседі. Бұл дұрыс пікір. Келесі оқу тапсырмасы тыныс алу және тыныс шығаруды Вен диаграммасы бойынша салыстыра отырып дәптерге жазып алыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.